Макет жинауда енді ең соңғы бір действиені көрсетпеппін. Сіздер өйстіп қойып шықтыңыздар ғой барлығын ше. Содан кейін ең соңында бірінші листтен бастайсыздар, состав проекттағы келесіздер да бір қарап тексересіздер. Сөйтіп Ctrl-Shift-S-ті басасыз, сохранить как деген файл PDF деп таңдайсыздар. Bir папка ашасыздар. Бұл жақта емес енді. Мына Хаят деген проект PDF деп папка ашасыздар да 0, 1, 2, 3, 4, 5 деп теріп шыққан дұрыс болады. 0 ма 0 сохранить дейсіздер. Сосын екіншісіне кіріп Ctrl-Shift-S. Торсаң бұл уже бірінші лист сохранить дейсіздер. Сөйтіп каждый листті Ctrl-Shift-S пен соңына дейін сохранить етіп шығасыздар. Сохранить етіп шыққаннан кейін сіздерде мынандай PDF-тер жиналады. Бұларды енді біріктіру керек. Біріктіру онлайн сервистер бар, бірақ олар өте жай жасайды. Сол үшін сіздер Adobe Acrobat орнатасыздар. Сіздерге ссылкасын жіберем. Сөйтіп мына PDF-ті бәрін таңдайсыздар да мышканың оң жағын басасыздар. Сөйтіп сіздерде Windows ескі болса сразу шығады. Windows 11 болатын болса показать дополнительные параметры деп басасыздар. Сөйтіп сіздерде мынандай окошко ашылады. Ескі версияда сразу осы ашылады. Сөйтіп объединить файлды в программе Acrobat деп басасыздар. Сөйтіп сіздерде міне реттілігін тексеріп шығасыздар. Примерно осы жерден и объединить деп бассаңыздар, сіздерге барлығын өзі біріктіріп береді. Міне каждый лист бөлек-бөлек біріктіреді. Сөйтіп сохранить дейсіздер да папкаға таңдайсыздар. Мысалға рабочий столда или там проекттің өзінің папкасына рабочий проект РП ШК Хаят деп жазасыздар. Сохранить дейсіздер. Менде уже бар тұр. Сохранить дейсіздер. Болды, сіздерде осы сақталады. Сөйтіп осыны жібересіздер. Вот ведомстводе жаңа план и мынау бірге тұрады ғой екеуі. Болды, сонымен бір тексеріп шығасыздар. Кейде размерлер қойылмай қалады. Сондайлардың бәрін тексеріп шығасыздар. Барлық жерде размер тұр ма, дұрыс бір-біріне мініп қалмаған ба, барлығы дұрыс оқылып тұр ма, соның бәрін тексеріп шығуларыңыз керек. Тексеруге негізі отдельно тағы бір күн запаспен алыңыздар. Кішкене демалып алып проектіден бір тексеріп шығасыздар. Размерлердің бәрін қарап, санап бір жерлерде. И болса менен мына жердегі нишаларды көрсеткен мен мысалға мына проектте ше монтажный планда мына жерде каждый подсветкамен жақындатып өзім мынаны штриховкамен сызғанмын. Лампочканың символын скриншотпен қойып мына жерде мысалға ол мынандай ниша ғой. Мынандай ниша рендер. Мынандай нишалар мына гипсокартонмен шығарылады. Соны көрсетіп кеткен өлшемдерін кетті анау. Өлшемдерін көрсетіп кеткен каждый ненің. Мынау қанша. Соның өлшемдері және электриканы осыған қарап шығарғам. Сөйтіп ол қандай гипсокартон бетіне шығады, ішінде подсветкасы бар деп жақындатып көрсетіп кеткенмін. Сол жалпы.